Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің дене тәрбиесінің пән оқытушысы Жазылбеков Самат Жұмагелдинович. Сабағымыздың тақырыбы қысқа қашықтыққа жүгіру. Сабақтың мақсаты жылдамдықты арттыру, сөреден шығуды үйрету, мәрені қиюды үйрету. Жеңіл атлетиканың тарихына шолып өтсек, мәліметтерге сүйенсек, жеңіл атлетикадан жарыс біздің ерамызға дейін 776 жылы өткізілген. Бұл туралы ежелгі грек олимпиада ойындары туралы жазбаларында анық жазылған. Сол замандарда жарыс тек ұзын сонар алаңдарда жүгіру жарысымен шектелген. Ерлер мен әйелдер арасында бәсеке жеке-жеке өткізіліпті. Жүгіру кезінде қауіпсіздік ережелері. Қысқа қашықтықтарды тек өз жолымен жүгіру керек. Басқа жүгірушінің жолына өтіп кетуге болмайды. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. Қатарласа жүгіріп келе жатқан сыныптастармен әңгімелесуге, оларға тым жақындауға болмайды. Қысқа қашықтықта жүру 4 фазаға бөлінеді. Старт, екпіндеп жүгіру, қашықтық бойынша жүгіру, мәреге жету. Сөреге деген бұйрықта сөреге тұру. Дайындал деген бұйрықта көтерілу. Жүгіру деген бұйрықта аяқ қолды тез-тез қимылдатып, 20 метрге дейін аяқты жиі-жиі басып, қарқын алғанша жүгіріп, қалған барынша қарқынмен жүгіріп келіп, мәре сызығын кесіп өту қажет. Бой қыздыру жаттығуларынан сабағымызды бастайық. Бірінші басты айналдырамыз, одан кейін иықты айналдырамыз. Келесі, қолды жоғарына етіп, жауырынмен толық артқа айналдырамыз. Киіз буындарын, шынтақ буындарын айналдырамыз. Және бел, аяқ буындарын айналдырып, денені толық қыздырамыз. Аяққа арналған жаттығулар. Аяқты керілу, созылу жаттығуларымен ары қаратай жүгіруге дайындаймыз. Тізені керілу, созылу жаттығулары бұл. Старт. Төменгі старттан жүгіруге дайындалу. Екпіндеп жүгіру. Барынша қарқынмен итеріле алдыға ентеле жүгіріп, 5-6 метрге шейін басты бірден көтеруге болмайды. Жаймен көтереміз. Ал ары қаратай жылдамдықты арттыра жүгіре береміз. Және мәрені кесіп өткенше тоқтамаймыз. Мәреге кесіп өткеннен кейін барып ары қаратай тоқтаймыз. Үй тапсырмалары. 30 рет отырып тұру, шалқалап жатып кеудені жерден көтеру, етпетімен жатып кеудені жерден көтеру. Шынықсаң шымыр боларсың дегендей балалар, үйден шынығып, таңғы бой қыздыру жаттығуларын жасап жүрейік. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.